Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында таба нан пісіру жолын көрсетемін. Ол үшін ең алдымен сүтімізді үстіне тұз, қант және ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және бетін жауып, жылы жерге 5 минутқа қойып қоямыз. Одан соң 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, және аз-аздан ұн салып тұрып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұн шамамен 400 грамм. Мінекей қамырымызды илеп алдық. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат тұрған соң формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды үстіне орналастырып, тағы да жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Көтерілді, дайын болған нанымызды қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп алдық. Мінекей нанымыз пісті, осылай әдемі болып қызарып пісті. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.